Бай Құнанбайұлы 5-ші қара сөз. Көкірек толған қайғы кісінің өзінде билетпейді. Бойды шымырлатып, буынды құртып, я көзден жас болып ағады, я тілден сөз болып ағады. Қазақтар, Құдай жас баладай қайғысыз қыла көр деп, тілек тілегенін өзім көрдім. Онысы жас баладан көрі өзі есті, кісі болып, ескірмес нәрсесі жоқсып. Қайғылы кісі болғансы ғана, қайғысы не десен, мақалдарынан танырсын. Әуелі, түстік өмірдің болса, күндік мал жи. Өзінде жоқ болса, әкенде жат. Мал адамның бауыр еті. Малдының беті жарық, малсыздың беті шарық. Ер азығы мен бөрі азығы жолда. Ердің малы елде, еріккенде қолда. Берген перде бұзар, алаған қолын берген. Мал тапқан ердің жазығы жоқ. Байдан үмітсіз, Құдайдан үмітсіз. Қарнын ашса қаралы үйге шап. Қайраны жоқ көлден без, қайыры жоқ елден без деген осындай сөздері көп, есепсіз толып жатыр. Бұл мақалалардан не шықты, мағлұм болды. Қазақ тыныштығы үшін, ғылым үшін, білім үшін, әділет үшін қам жемейді екен, мал үшін қам жейді екен. Бірақ ол малды қалайша табуды білмейді екен. Бар білгені малдыларды алдап, алмақ, яки мақтап алмақ екен. Бермесе оны менен жауласпақ екен. Малды болса, әкесін жаулауды да ұят көрмейді екен. Әйтеуір ұрлық, қулық, сұмдық, тіленшілік, соған ұқсаған қылықтың қайсында болса да қылып жүріп, мал тапса жазалы демеске керек екен. Бұлардың жас баланың ақылынан несі артық? Бірақ жас бала қызыл ошақта қорқушы еді. Бұлар тозақтан да қорқпайды екен. Жас бала ұялса, жерге ине жаздаушы еді. Бұлар неден болса да ұялмайды екен. Сол ма артылғаны? Қолымыздағын үлестіріп, талатпасақ, біз де өзіндей болмасақ, безейді екен. Іздеген еліміз сол ма?